Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін сіздермен қайнатпалы қамырдың рецептісімен бөлісетін боламын. Бұдан эклеры, профитроли дайындауға болады. Бізге керекті тағамдар: жұмыртқа, сары май, су, тұз және ұн. Ең алдымен ыдысымызға май, тұз, су құйып, орташа отқа қоямыз. Сары майымыз еріп, осылай қайнап бастаған кезде оттан түсіреміз де, еліктен өткізген ұнымызды бірден барлығын салып, жақсылап араластырамыз. Осылай бір келкі болып араласқаннан кейін қайтадан отқа қойып, тағы да 1 минуттай отта ұстаймыз, араластырып тұрамыз. Ыдысымыздың түбі жайлап ағарып бастағанда оттан түсіреміз. Шамамен 1 минуттай кетті. Осылайша қамырымызды араластыра отырып, кішкене суытып аламыз. Енді осыған бір жұмыртқамызды салып, жақсылап бір келкі болғанша араластырамыз. Осылайша қалған жұмыртқаларды бір-бірден қоса отырып, араластырып шығамыз жақсылап. Жұмыртқаның көлеміне байланысты аз немесе одан да көп жұмыртқа кетуі мүмкін. Қамырымыз осылай ағып, созылмалы болып тұруы керек. Мен 4 жұмыртқадай салдым. Енді осы қамырымызды кондитер қабына саламыз. Противенге пергамент қағазын жайып, өз қалауыңызша кез келген формада жасауға болады. Эклерімізді қызып тұрған пеште 200 градуста 5 минут ұстаймыз. Содан соң 190 градусқа азайтып, тағы да 30 минут пісіреміз. Қамырдың жартысын тағы да дәл осындай қылып пісіріп аламыз. Эклері дайын болды. Жақсы көтеріліп шықты. Салмасы ретінде мен қайнатпалы крем пайдаландым. Қайнатпалы кремнің рецептісі менің каналымда бар. Видеоның астына ссылкасын тастап кетемін. Бетіне қалауыңызша шоколад пен сары майды ертіп жағуға болады. Бірақ бұл маңызды емес, өз қалауыңызша. Ең оңай әрі қолжетімді тағамдардан дайындалатын эклері дайын. Астарыңыз дәмді болсын.